Армысыздар. MacBook пен экраннан запись түсірудің бірнеше жол бар. Camtasia, OBS Studio, QuickTime Player. Сіздер арнайы бағдарламаны орнатусыз MacBook'тың мынадай мінекей QuickTime Player арқылы өздеріңіз экраннан запись жасай аласыздар. Яғни скринкаст жасай аласыздар. Ол үшін біз осы QuickTime Player'ді таңдаймыз. Және мынадай шыққанда отменить деп басамыз. Мына QuickTime Player ашық тұрғанына көз жеткізіп, сосын жоғарда QuickTime Player'ның файл дегенге апарамыз. Новый запись экран дегенді таңдаймыз. Одан кейін мынадай терезе ашылады. Параметрдің ішінде қанша секундта ең бастау, қай микрофоннан таңдау, осылай қалдырамыз, еш нәрсені қозғамай. Біз мына жерге запись батырмасын басамыз. Обратный отсчет кетеді 5 секундтан кейін. Одан кейін міне запись басталады. Записті тоқтату үшін жоғардағы мына жерге апарып, мына домалақ ішіндегі төртбұрышты бар белгіге басамыз. Тоқтаттық, мінекей запись экраны басталды. Тоқтату үшін жоғардағы мына жерге апарып. Бұл сіздерде рабочий столда сақталады мінекей. Яғни дайын файлды біреуге жібере аласыздар.